Сәлем достар. Осы сіздер сайттардың қалай жұмыс жасайтыны жайлы, тіпті мысалға алатын болсақ, біздің приложениеміздің қалай жұмыс жасайтыны жайлы ойланып көрдіңіздер ме? Ендеше біз осы бүгін сіздердің ойлаған сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз. Яғни бүгін біз ақпараттық технологиялар мамандығына толығымен шолу жасайтын боламыз. IT мамандары олар көбінесе программалаумен немесе код жазумен айналысады, сондықтан да олар компьютер мен ноутбуктың алдында көп отырады. Дегенмен де олар әлемді жақсартатын, халыққа пайдасы тиетін түрлі көптеген IT проекттермен айналысады. Сондықтан да бұны болашақтың мамандығы өте қажетті мамандық деп білеміз. Ақпараттық технологиялар дегеніміз, ол өзінің бастауын сонау 16 ғасырдан бастаған екен. Сіздер сұрақ қоюларыңыз мүмкін. Компьютерлер тек 20 ғасырда ғана шықты емес. Ол кезде қайдағы ақпараттық технологиялар деп айтсаңыз, жоқ достар, қателеспеңіздер. Ең алғашқы ақпаратпен айналысу көзі ол қаламмен ақ қағазға хат жазу және оны пошта арқылы тасымалдау болып есептелген. Сондықтан да достар, дәл осылай. Болашақ IT мамандарының қолында дегенде сіз көп естіген боларсыз. Енді осыған орай айтатыным, негізі қазіргі таңда және болашақта IT мамандары үлкен сұранысқа ие болады және олардың жалақысы да сәйкесінше жоғары болады. Себебі бағана атап өткенімдей, болашақтың барлығы осы IT технологияларға, ақпараттық технологияларға, сайттарға, приложениелерге осыған тәуелді болады. Тіпті тәжірибесі өте аз, жаңа ғана университетті бітірген IT маманның өзінің біліміне сай жұмыстап алады және алдағы уақытта ол өзін-өзі дамытып, үлкен дәрежеге көтеріле алады. Негізі IT мамандарының түрлері өте көп. Дегенмен біз ең басты 3 түрін талқылап өтейік. Солардың ең біріншісі программистер. Программистер дегеніміз ең кең таралған түр деп айтсақ болады, себебі олар кодты жазып, жалпы программалаумен айналысады. Дәл осы саланың мамандары көптеген приложениялар жасайды, сайттар жасайды, осындай дүниелермен айналысады. Қазіргі таңда ең бағалы бағыттардың бірі ол продуктолог. Жалпы IT саласында оқып бітірген адам болашақта дәл осы салада көптеген пайдалы, жақсы керемет продукттар жасауы мүмкін. Оған мобильді қосымшалар жатуы мүмкін, керемет сайттар болуы мүмкін, жалпы ақпараттық технологияларға байланысты көптеген өнімдерді шығарып, дәл осы өнімдердің жасалу процесін толығымен қадағалай алады. Келесі, үшіншісі ол системный администратор деп аталады. Жалпы олардың толық процеске ешқандай қатыстары жоқ, дегенмен де ол жалпы барлық процестің дұрыс жұмыс жасауын қамтамасыз ететін адам. Естеріңізде болса, біз механик мамандығына шолу жасаған кезде, механиктер жалпы қандай жұмыс жасайды? Олар белгілі бір станоктардың, механизмдердің бұзылып қалған кезде оларды жөндейді, жалпы оларды орнатады және бұзылып қалмай дұрыс, толыққанды жақсы жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Дәл осы системный администратор мамандығы да сондай қызмет атқарады деп айтсақ болады. Олар жүйені орнатады, оны құрады, егер бұзылып бір ақаулар шыққан жағдайда соның барлығын жөндейді, жалпы осындай жұмыстармен айналысады. IT әлемінде танымал тұлғалар өте көп. Олардың бірі Марк Цукерберг. Біз Цукербергті Facebook әлеуметтік желісінің негізін қалаушы және разработчигі ретінде білеміз. Марк бала кезінен бағдарламалауға қызығушылық танытқан. 12 жасында ол өзінің алғашқы Цукнет желісін отбасы мүшелеріне бір-бірімен сөйлесуге және хат алмасу үшін құрды. Гарвардқа психология факультетіне түскен, IT курстарына қатысып, онда студенттердің бір-бірімен хат алмасуына мүмкіндік беретін сайт құру идеясы пайда болған. Кейіннен бұл жоспары бүкіл әлемдік интернет желісіне, яғни барлығымыз білетін, барлығымыз қолданатын Facebook'ке айналды. Программистер жайлы қызықты 5 факт. Зерттеу деректері бойынша программистердің 90% 45 жастан кіші екен, яғни жас екен. Бұл факт арқылы біз жалпы дәл осы ақпараттық технологиялар мамандығының жастар арасында кең таралып, солардың арасында үлкен сұранысқа ие болғандығын көрсетеді. Әлемде шамамен 8,5 мың программалау тілі бар екен. Олардың мысалы Delphi, Pascal, C++ деген сияқты тағы көптеген түрлері бар. Дегенмен де жалпы көпшілік қолданатын тілдер олар тек 10 шақты ғана. Егер де сіз басқа мамандықта оқып жүрсеңіз, егер сіз IT саласын өзіңіз оқып дамытқыңыз келсе, яғни сіз новичок болсаңыз осы салада, сіз ең алдымен Java программалау тілінде үйренесіз. Яғни, негізі әлемдік зерттеулер бойынша новичоктардың, яғни жаңа ғана осы салаға аяқ басқан адамдардың көбісі осы Java программалау тілімен үйренеткен. Бұл программалау тілі негізі оңай, оның интерфейсі өте түсінікті, сондықтан да бұл өте танымал деп айтсақ болады. Javaдан кейін C және C++ программалау тілдері тұр. Python немесе Python программалау тілін сіз жыланның атына қойылған деп ойлауыңыз мүмкін, дегенмен бұл олай емес екен. Бұл программалау тілінің негізін қалаушы бір сериалды өте жақсы көрген. Бұл сериалдың аты «Летающий цирк Монти Пайтона» деп аталады, сондықтан да ол
осы программалау тілін Python деп атап қойған. Программистердің жұмысына тікелей байланысты қызықты факт. Программист өзінің жұмыс уақытын 100% деп қарастыратын болсақ, оның код жазуға тек 10-20% жұмсайды екен. Қалған 80-90% уақытын ол сол кодтың дұрыс жазылды ма, оның ешқандай қателері жоқ па деп соны тексеруге жұмсайды екен. Енді сіз осы ақпараттық технологиялар мамандығын оқып, университетті бітіріп, қай жақта жұмыс жасай аламын деген сұраққа қазір жауап беретін боламыз. Программисттер жалпы IT мамандығын бітірген түлектер, бітірген адамдар кез келген IT компанияларында, тіпті кез келген жалпы қарапайым компанияда жұмыс жасай алады деп айтсақ болады. Неге десеңіздер, жалпы елімізде, әлемде барлық бизнес, барлық салалар IT саласына тікелей байланысты болады. Себебі сіздің, мысалы алайық, сіздің бір дүкеніңіз бар делік. Сіз сол дүкенді алға қарай дамыту үшін, жан-жағынан көрсету үшін сіз Инстаграмын жүргізесіз, дұрыс қой? Инстаграм ол әрине маркетинг. Оны халық көбірек түсінеді, оны халық көбірек таниды Инстаграм арқылы. Дегенмен, егер сіз өзіңіздің мобильді приложениеңізде немесе сайтыңызды жасап шығаратын болсаңыз, сіз өзіңіздің басқа дүкендердің қасында сіз өте үлкен дәрежеге көтерілетін боласыз. Жалпы бизнесте де конкуренция өте жоғары, сондықтан да сіз IT саласына неғұрлым жақын болсаңыз, соғұрлым ұтасыз. Программист болу үшін сізде қандай қасиеттер мен қабілеттер болуы керек? Ең алдымен, жалпы қазіргі таңда технологиялар өте көз ілестірмес жылдамдықпен қатты дамып келе жатыр. Сондықтан да программалау тілі оларда өзгеруі мүмкін. Жалпы программалар, көптеген бағдарламалар, оның барлығы IT саласына байланысты көптеген платформалардың барлығы уақыт өте жыл санап, тіпті жарты жылда бір өзгеріп тұру әбден мүмкін. Сондықтан да программист болу үшін сіз әрдайым ізденісте болуыңыз керек. Сіз әрдайым ол өзгерістерге бейімделе алуыңыз керек және өзіңізден үйренуіңіз керек. Бұл өздігінен үйрену, бұл программистердің ең жақсы, ең үлкен артықшылығы болып есептеледі. Тағы да бір өте маңызды нәрсе, өте маңызды қасиет, ол ағылшын тілін білу. Программалау толығымен ағылшын тілінде жүреді деп айтсақ болады. Мысалы, сіз белгілі бір программалау тілін қолданатын кезде ағылшын тілінде көптеген мүмкіндіктер ашылады, немесе орыс, қазақ тіліне қарағанда. Сондықтан да сіз ағылшын тілін жетік меңгерген болуыңыз керек. Енді осы мамандықтың артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталып өтейік. Ең алдымен сіз өзіңіздің жұмыс жоспарыңызды өзіңіз құрасыз. Сіз таңертеңгі 9 немесе 10-нан бастап кешкі 6-ға дейін офисте қатып қалған бір орында отыруыңыз міндетті емес. Сіз ең бастысы өзіңіздің жұмысыңызды дедлайнына жеткізбей, жалпы уақытылы орындасаңыз болады. Әлемге танымал Google компаниясы да дәл осындай ұстаныммен жүреді. Олар осындай ұстаныммен жұмыс жасайды. Бұл қалай? Google компаниясында жұмыс жасайтын кез келген адам, ол өзінің расписаниясы дейді, өзінің күн тәртібін өзі ұйымдастырады. Ол қалаған уақытта келеді, қаламаса келмейді. Ол күндіз ұйықтап, кешке түнде жұмыс жасауы мүмкін. Ең басты талап ол дедлайнға дейін, яғни уақытылы өзінің тапсырмасын, өзіне қойылған жұмысты атқаруы керек. Екінші артықшылығы ол әрине өте жоғары сұраныс. 21 ғасыр ол технологиялар заманы, түрлі гаджеттердің, сайттар мен приложениелердің заманы деп айтсақ та болады. Сондықтан да болашақта әлде де дәл осы мамандық қажет болады. Үшіншіден, ол шығармашылық жұмыс, шығармашылық көзқарас. Айтишник болған кезде сіз жаңа бір продукт жасайсыз. Ол продукттың қалай жұмыс жасауы керек, ол адамға қандай пайдасын тигізеді. Сіз осы бір нәрсені ойлап тауып, оны жан-жағынан түрлі ракурстан қарай білуіңіз керек. Және сізде шығармашылық, творческий подход деп айтады ғой. Вот осы нәрсе болуы керек. Келесі және біздің талапкерлерімізге ең қызықтысы ол әрине жоғары жалақы. Сұраныс жоғары болса, жалақыңыз да сәйкесінше жоғары болады. Осыны біліп жүргендеріңіз абзал. Енді осы мамандықтың кемшіліктерін айтып өтетін болсақ, ең бастысы ол бір орында ұзақ жасалатын жұмыс деп айтсақ болады. Себебі бағана атап өткенімдей, программистер бір орында отырып, жалпы бірнеше сағат жұмсап, осылай жалпы бір орында жұмыс жасап отырады. Бұл арқаның ауруына, омыртқаның қисаюына, яғни сколиозға әкелуі мүмкін. Сондықтан да, егер сіз программист болып бір орында ұзақ уақыт отыратын болсаңыз, сізге көптеген жаттығулар жасауға кеңес береміз. Келесі ол білімнің тез ескіруі. Негізі бұл формулировка дұрыс айтылмаған, білімнің тез ескіруі емес. Бұл заманның, яғни уақыттың, программалардың тез өзгеруі деп айтсақ болады. Мысалы, сіз бүгін жалпы сіз жарты жыл бір программаны үйренуге жұмсадыңыз, дегенмен ол программа шамалы өзгеріп кетті, оған обновление шықты, ол басқаша жұмыс жасайтын болды. Сіз тағы да осы өзгеруіне байланысты сіз бейімделіп,
тағы да дұрыстап соны оқуыңыз қажет болады. Немесе сіз басқа программа тіліне өтіп кетуіңіз мүмкін. Осының барлығы үлкен рөл ойнайды. Енді біз осы программист мамандығын HeadHunter желісін іздеп көрейік. Программист, старший программист 1С дейді, 280 мың мен 450 мыңның аралығы дейді достар. Ақтөбе қаласы екен. Программист разработчик 1С 50 мың мен 500 мыңның аралығы. Неткен аралық? Қызық. Программист 1С тағы да 1С дейді. Бұл начиная от 500 тысяч, яғни 500 мыңнан басталады дейді. 300 мыңнан басталады, 600 мыңнан басталады. 150 мың мен 500 мың аралығы, 300 мыңның аралығы достар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, 250 мың мен 300 мыңның аралығы. Жалпы достар, сұраныс өте үлкен, сондықтан да жалақылар да өте үлкен болады. Бірақ дегенмен сіз осындай жалақыда жұмыс жасау үшін сіз университетте жақсы білім алуыңыз керек, сіз өзіңіз жақсы іздене білуіңіз керек. Сол кезде сіз өз ісіңіздің нағыз маманы атанасыз. Ақпараттық технологиялар білім беру тобының коды B057. 2020 жылы грантқа шектеу ұпайы 88 баллды құраған және барлығы 4972 грант бөлінген екен. Енді ақпараттық технологиялар білім беру тобының ішінде 4 мамандық бар. Олар информатика мамандығын 23 университетте, ақпараттық жүйелер мамандығын 69 университетте, есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығын елімізде 52 университетте, және математикалық және компьютерлік модельдеу мамандығын елімізде 13 университет оқытады екен достар. Ол қандай университеттер екенін көру үшін біздің приложениемізге өтіп дәл осылай қарай аласыз.